Баршаңызға сәлем. Бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге алхори, яғни слива туралы мәлімет және оның пайдасы туралы айтатын боламын. Ендеше видео басталмас бұрын лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпа. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Алхори раушан гүлдер тұқымдасы, сүйекті жемістер тобына жататын ағаш және бұталы өсімдік. Отаны Кіші Азия, Кавказ және солтүстік Иран. Қазіргі кезде мәдени алхораның 2000-ға жуық түрі бар. Жер шарының барлық тропикалық және субтропикалық аймақтарында таралған. Ағаштың биіктігі 3-12 метр аралығында болады. Кейбір түрлерінің бұтақтары тікенекті болып келеді. Жапырағының жиектері ара түсті. Сұрпына қарай гүлі ақ қызғылт түсті болады. Жемісі ірі. Жемісінде салыстырмалы үлкен сүйегі бар. Түсі алғашында жасыл, кейін піскенде күлгін болып өзгереді. Түсі сары, күңгірттеу, сарғылт, жасыл, қоңыр көк алхорылар да бар. Жемістің пішіні сұрпына қарай сопақша домалақ және домалақ болады. Дәмі де сұрпына қарай тәтті, қышқылтым, тәтті және қышқылдау болып келеді. Еті тығыз, шырынды, сүйегінен оңай ажыратылады. Алхораның құрамында су, қант, пектиндік заттар, өзектер, органикалық қышқылдар, В1, В2, Р, С, А дәрумендері, сонымен қатар натрий, калий, магний, фосфор, йод, мыс, мырыш сияқты минералды заттар бар. Әсіресе темірге бай, және де алхорада Е дәрумені, шие, апельсин, мандарин, алмұрт жемісіне қарағанда көбірек болады. Алайда С дәрумені аз, бірақ бұл оның пайдалылығын кемітпейді, өйткені оның құрамында Р дәрумені көп. Ол қан қысымын түсіруге және қан тамырларын нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар алхорының құрамында темір көп болғандықтан ағзаны темірмен қамсыздандырушы деп атауға болады. Осымен біздің видео аяқталды. Егер сіздерге видео ұнаған болса лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпа.